Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен чак-чактың ерекше рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка толтырмай сода, ас содасы және електен өткізілген ұн қажет болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамыздың үстіне содамызды саламыз, оның үстінен тұзымызды саламыз және венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Өте оңай рецепттердің бірі, кез келген адамның қолынан келеді. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қатты болып қалмауы керек. Ұнымыздың барлығын салмаймыз. Осылай бірте-бірте бөліп салып отырып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Міне бізде қамырымыз дайын болды. Жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа көлемде қамырды дайындаймыз. Қамырымыз дайын болды. Қарап отырсаңыздар, өте жұмсақ, нәзік, қолға жабыспайтын қамыр дайын болады. 10 минутқа тұндыруға жібереміз. 10 минут қамырымыз тынғаннан кейін ұнымызды осылай сеуіп, қамырымызды дөңгелек етіп жайып шығатын боламыз. Осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай рецепттердің бірі. Және дәмі де өте керемет. Қонақ келгенде дастарханға ұсынсаңыздар, кез келген дастарханның сәнін ашады. Әрі оңай, тез дайындалатын рецепттердің бірі. Келген қонағыңыздың көңілінен шығады деген сенімдемін. Менің каналымда пайдалы ақпараттар, пайдалы рецепттер, оңай рецепттер өте көп. Сол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, маған қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Қамырымызды осылай жайып шығамыз. Қатты жұқа болып кетпеуі керек. Орташа көлемде қамырымызды жайып шығамыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте осы қамырымызды кесіп шығатын боламыз. Осылай оқтауға орап аламыз. Мантының қамырын қалай бөлесіздер? Осы чак-чактың да қамырын солай бөлсеңіздер болады. Осылай бірдей етіп ораймыз және осылай жіңішке етіп кесіп шығамыз. Чак-чак негізі татарлардың классикалық рецептісі болып табылады. Өте оңай рецепт болғаннан кейін бізде жасап көреміз. Осылай жіңішке етіп кесіп алғаннан кейін осылай қамырларымызды қойып, 4 бұрышты етіп кесеміз. Бұл чак-чакты қалай кессеңіздер де өздеріңіздің еріктеріңізде. Кейбіреулер жіңішке ұзынша соломка ретінде кеседі, дайындайды. Ал мен бүгін 4 бұрышты етіп дайындағым келді. Сол үшін кесу әркімнің өз еркінде. Нақты бір қатып қалған кесу әдісі жоқ. Өздеріңізге қалай жеген ыңғайлы, қалай жеген ұнайды, солай кесе берсеңіздер болады.
осылай барлық қамырларды кесіп шығамыз 4-5 етіп. Міне біз барлығын кесіп шықтық. Бізде осындай көлемде қамырлар дайын болды. Қарап отырсаңыздар, өте әдемі және қалың да емес, жұқа да емес, орташа көлемде қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте пісіретін боламыз. Қызып тұрған майға осылай чак-чактарымызды салып аламыз. Осындай сарғыш түске енгеннен кейін майымыздан алып, барлығын солай пісіріп шығатын боламыз. Осылай чак-чактарымызды салдық. Қарасаңыздар, өте тез піседі. Шамамен 40 секунд, 1 минутта қызып тұрған майда пісіп шығады. Осылай араластырып тұру қажет болады. Екі беті тез-тез піскенше. Міне осылай біз барлық чак-чактарымызды пісіріп жатырмыз. Сарғыш түске енгеннен кейін чак-чактарды ала береміз. Менде соңғы чак-чактарды салған кезде майым осылай көп ішіді. Себебі құрамында сода болғандықтан осылай майдың ішінде көпіреді. Майымыз көпіреді. Біз чак-чактарымызды пісіріп болдық. Осылай арнайы ыдысқа саламыз. Қарасаңыздар, өте әдемі болып шықты. Және сгущенкамен араластырамын. Маған деп деген фирманың сгущенкасы ұнайды. Сол себепті сол сгущенканы салдым. Сіздер немен араластырғыларыңыз келеді, сонымен араластырсаңыздар болады. Миотпен араластырсаңыздар да болады. Немесе ештеңе араластырмай құр өзін қойсаңыздар да, тәтті ұнатпасаңыздар, ештеңе қоспасаңыздар да болады. Менің отбасымда тәттіні өте жақсы көреді балаларым. Сол себепті тәтті сгущенканы қостым. Сгущенка араластырғаннан кейін осылай тарелкамызға саламыз. Үст-үстіне осылай жақсылап салып шығамыз. Кішкене осындай көлемде салып шықтық. Үстінен макты себеміз әдемілік үшін. Оны қаламасаңыздар, сеппесеңіздер де болады. Күнжіт сепсеңіздер де болады. Міне біздің чак-чагымыз дайын болды. Өте дәмді, әдемі және оңай жасалынатын рецепттердің бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазамыз. Сіздер де жасап көріңіздер. Сау болыңыздар.